Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Бүгін тауық бизнесін бастаймыз деп 20 тауық, 2 атеш алған болатынбыз. Мына атеш тауықтың үстіне жүндері түсіп қалған ғой, көріп тұрсыздар ғой, құйрықтарындағы. Соған сол себепті плюс бір адлер атешін берген. Ол атешті, мына 2 атеш талап тұр. Мына 2 атеш бір ұядан. Мынау енді тауықтармен бірге келгендегі мынаны талап тұр. Мынаны сату керек, немесе тауыққа ауыстыру керек. Ендігі мәселе қанша ақша кетті, қанша не кетті, сіздерге толыққанды түсіндіріп өтейін. Енді біздер бұл тауықтар 7-8 айлық тауықтар, 9 айлық тауықтар, 1 жыл болмаған тауықтар ғой. Қазір ала қоса жұмыртқа туып тұр, жұмыртқа жақсы. Атештер тоже 1 жылдық атештер еді, былтырғы атештер еді. Майда ма, апрельдің аяғында ма, 1 жыл болады деді атештерге. Енді мысалы тауықтарды 2000 теңгеден алдық, 20 тауықты 40 мыңға алдық, 43 мыңға алдық 20 тауықты, плюс бір атеш подаркаға берді. Мына 2 атешті тоже 2000 теңгеден 4000 теңгеге алдық. Общий сонда 47 мың теңге ақша кетті осы тауықтарды алуымызға. Осыншама ақша кетті. Енді біздер оны қалай ақша табамыз дейсіңіз болсаңыздар, біздер бұлардың жұмыртқасын сатамыз. Жұмыртқаларын туып жатыр, Аллаға шүкір. Соларды біздер сатып, жұмыртқаны сату арқылы ақша табамыз. Ал кір, мыналар жұмыртқа туғысы келіп тұр. Ал кір. Кір ау. Кір. Болды. Қалай табатын дейтін сұрақ болса, манағыдай, енді жұмыртқасын сатамыз ғой, күніне 50 теңгеден или 60 теңгеден, немесе 80-нен сатамыз. Қараймыз, ала қоса группаларды қараймыз, кім қаншадан сатып жатыр, кім қалай жасап жатыр деген сияқты ғой. Не болса да біздер бірінші очередте конкуренттерді сындыру керек, бағаны сындыру керек. Мысалы, олар 70-тен сатып жатыр, 80-нен сатып жатса, олар 80-нен сатса, мен 70-тен сатам. Либо олар 60-тан сатса, мен 50-ден сатам. Өйткені мен клиентті өзіме жинауым керек. Мен өзіме клиент тарту мақсатында мен өзім ценаны арзан қылып сатам да. Бірінші клиентті жинап алам өзіме арзан қылып. Содан кейін бар жайлап көбейтетін боламыз. Біздер бірінші очеред мынаған салған ақшамызды қайтаруымыз керек. Содан кейін сол қайтарған ақшамызға біздер обратно қайтадан тауық алуымыз керек. Өйткені біздер 20 тауықпен ондай көп ақша таба алмаймыз. Сол себепті біздер қайта тауықтың жұмыртқасын сатып, ақшамызды қайтадан жинап, тағы да тауық алып, примерно бір 50 тауық алсақ, сол 50 тауықпен ақшамызды смело шығарып та және қайтарып та отыруға болады. Енді тек қана 47 мың теңге осы тауық бизнесін бастауға кетті. Жолда штраф ештеңе жеген жоқпыз, енді Аллаға шүкір. Жай барып, жайлап 60-пен, 80-мен, 90-мен жайлап барып келдік. Енді бензинімізге, газге 5 мың теңге кетті, плюс бензинге 10 мың теңге дополнительно жасадық. Оны енді машинаға кеткен ақша енді өзімізге жүріске ғой. Газбен барып келдік, енді бензин тұр ішінде полный бағымен әлі. Содан кейін жолда жейтін анау-мынауғаларға 2-3 мың теңге ақша кетті. Почти деген жоқ дегенде 60 мыңға жақын ақша осы тауықты алып келуімізге 60 мың теңге ақшадай кетті. Енді 60 мың теңгені бұлар енді маған деген жоқ дегенде бір айға жетер-жетпес қайтару керек. Есеп бойынша. Енді домашний тауықтар күнде туылмай қалуы мүмкін. Ертең ол қазір мысалы туғанмен, ертең тумай қалуы мүмкін да. Өйткені бұлар өздерінің тұрған жеріне мына жерге келді. Мына жерде карантинде тұрады, адаптация болады деген сияқты ғой. Сол себепті не болса да енді біздер 1 ай, 2 айдан кейін барып плюске шығамыз. Оған дейін плюске шықпаймыз. Оған дейін өзіміздің қалтамыздан жайлап ақша құйып бастаймыз. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Енді тағы да ертең жұмыртқаны жинағаннан қалай сатамыз, кімге сатамыз деген сияқты сұрақтар ғой көбінде. Оның барлығы мен TikTok'та да, YouTube'қа да осы ұзақ видеоға түсіріп, сіздерге міндетті түрде айтып отыратын болам. Әзірге келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар. Сіздерден тек қана арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдап отырсаңыздар болды, комментарий жазып.
басқа ештеңе сұрамаймыз.